Нұрлан Шаймерденов Бескөл ауылында 14 жылдан бері тұрады. Ер адам қар түссе бірден қолына күрек, сыпырғыш ұстап, үйінің ауласын тазалауға кіріседі. Жиналған қарды ол сыртқа қарай ысырып қояды екен. Ал көше тазалап жүрген техника оны әп-сәтте тиеп алып кетеді. Қызылжар районында 2009 жылдан бері қарай тұрам. Жолдан проблема болған жоқ. Уақытында бәрін тазалап тұрады. Осы 3-4 күнде жақсы жауды қарлар. Жақсы болды. Оның алдында болған жоқ, қазір жақсы қар. Жүруге қиыншылық болған жоқ бізде. Дәл осы көшеде қиыншылық болған жоқ. Бір-екі күннен көрін, түнде тазалап жүрген, дала ашып қарасам, бұл неме дырылдап жатыр. Тракторлар қар қырып жүр көшені. Бескөл ауылында 120 көше бар. 120 көшені тазалаумен 2 мердігер айналысады. Екеуінде небәрі 5-ақ техника бар. Бірақ соның өзі жеткілікті деп отыр ауылдық округ әкімі Қанат Дарбаев. Қарды күрейтін адам саны 15. Жұмысшылар бел жазбастан түні бойы көше тазалаумен айналысады. Таңғы 8-ге дейін 26 шақырым асфальт ағылпадан арылады. Ал топырақты жол қар түскеннен кейін 12 сағат ішінде тазалануы қажет екен. Бескөл ауылында жалпы 85 шақырым ауыл ішілік жолдар бар. Осы жолдарды тазалап күту ұстау үшін 1 қаңтардан бастап біз ауылды 2 ауданға бөлдік. Әр ауданды тазалауға 3,5 миллион көлемінде қаржы бөлінген. Жалпы 5 дана техника, 4 трактор, 1 погрузчик және қысқы кезде қарды шығару үшін 3,5 миллион көлемінде теңге қаржы шығаруға қарастырылған. Іске жауапты жандардың жұмысын аязды ауа райы қиындатты дейді Қанат Дарбаев. Салдарынан техниканың тоқтап қалған сәттері де болыпты. Орталық көшелерге ғана емес, сырттағыларына да баса назар аударылады. Сондай-ақ осы аумақта қардан қалқандар құрылады. Қар жауып, жел тұрғанда қар бері қарай ауып кетпейді. Қар тағы жауса, оны тазалауға қосымша қаржы қарастырылған. Ұйымдардың атауы Жігер және Белсан жеке кәсіпкерлігі. 1 қаңтардың басынан бастап қар тазалау жүргізіліп жатыр. Аяздарға қарамастан күн-түн демей жұмыс істеп жатыр. Қиындықтар болып жатыр аязға байланысты, бірақ оған қарамастан тазалау тоқтатылмайды. Қазірдің өзінде бізде 120 көше түгерлігі тазаланды. Мамандар көшелерге аялдама маңына және жаяу жүргіншілер жолағына көктайғаққа қарсы қоспа себет. Құм тұз қоры жеткілікті. 4 айға 20 тоннасы қарастырылған. Самал Жүнісова, Ринат Шамшудинов, МТРК.